أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Алла Тағала осы тәубе деген нәрсені бізге шариғатқа енгізді ғой. Бізде шариғатта тәубе деген нәрсе бар да. Және де сол тәубе деген нәрсе ол Алла Тағаланың рахымы арқылы бізге берілген нәрсе. Себебі мүмін адам не істейді? Ұдайы күнә істеп тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына бір хадисі бар ғой. Бүкіл адам баласы не? Қателесуші. Бірақ та ол қателесушілердің ішіндегі ең жақсысы ол тәубе етушілері деді. Адам баласы өзінің ақмақтығымен, өзінің надандығымен бір күнә істейді. Бірақ та Алла Тағала сол ақмақтығына қарамастан тәубені қабыл етеді. Қараңыздар. Біз күнә істейміз, бірақ та Алла Тағала тәубені қабыл етеді. Аллаху субханаху ва тағала тәубе еткен құлдардан иншалла баршамызды қылсын. Ал енді бір жаманшылық істеп, одан кейін сол нәрсеге өкінетіндер, олар Алла Тағаланың рахымынан үміт етеді, және де тәубені қабыл етсін деп үміт етеді. Бірақ та тәубенің қабыл болмайтын кезі болады. Ол қашан? Қашан қабыл болмайды тәубе? Адамның алқымына жаны суырылып бара жатқан кезде адамның тәубесі қабыл болмайды. Алдыңғы сабақта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін айттық қой. Егер де сен бір күнә істесең, онда сенің жаңағы жамандығыңды бір жақсы нәрсе бассын деген хадисті айттық. Сол хадисті есте сақтап, ұдайы сол хадиске амал етуіміз керек екен. Енді тәубесі қабыл болмайтындар туралы жаңа аяттан дәлел келтірейік. Ниса сүресінің 18-ші аяты. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمًا дейді. Тәубе оларға жоқ дейді. Кімдерге? Жаманшылық істеп, жан алқымына келем дегенге дейін жаманшылық істеп, және де жан алқымына келген кезде, Алла, мен тәубе еттім дегендердің тәубесі қабыл емес дейді. Вахум куффарун дейді. Олар Алла Тағалаға қарсы шыққандар дейді. Және де олар үшін біз үлкен азап дайындадық дейді. Бұл өте ауыр аятты. Енді түсінген адамға ауыр аят.